Есікті аш дейм саған, жыныма тиме. Болсаңшы тезірек көршілерден ұят емес пе? Неге үндемейсің, білем естіп тұрсың мені. Естіледі есік ар жағында үнсіз еңір екенің. Кім айтты саған бәрін, тағы құрбыларың ба? Қарлығаш па, өй сенбеші осы ақылға. Көр алмайды тіпті мені ұнататын сияқты. Қолдан қолға өтіп жүр болмағасын жігіт тұрақты. Қанша рет айттым саған араласпа деп онымен. Немене суретке түсіріп бет телефонмен. Алдайды сенен басқа ешкімім жоқ мүлдем. Ол да пысық екен ватсаппен жіберген бе бірден. Дәлелдерің болса мойындағаным қажет пе? Бірақ рет кездестік суреттеріңдегі кафеде. Неменеге жылайсың, түк болған жоқ арамызда. Қызғанышыңа мүлдем себеп жоқ әріптес қыздан. Қарлығашың аңдыпты бізді қонақ үйге дейін. Сайқалды көрсем тіпті не істейтінімді білмеймін. Жарайды мойындаймын болғаным бірақ рет. Махаббат бе еркек, бәрі бір еркек. Қайдағы ажырасқан басың істемейме сенің. Екі баламен сыймақсың болса қасына кімнің? Төркінің сыйдыртпайды шешеңді білем беске. Есікті аш енді дұрыс қой үйде сөйлескен. Ант етейін бұл қателік алғашқысы мен соңғы. Есікті ашы әйтпесе салқын подъезде тоңдым. Сен және ұлдарымнан басқа қымбат жоқ мен үшін. Ажырасуды ұмыт, шығарма асығыс шешім. Басынан бастаймыз, ұмыта аламыз бәрін. Бақыт тәтті сезгенде бақытсыздықтың дәмін. Жалынамын, сөндірмеші отбасымның шамын. Көңілдес бір түнге, мәңгілікке сүйген жарым. Көңілдес бір түнге, мәңгілікке сүйген жарым. Ақылды қылмыскермін деп ойлады ақымақ. Арзан ләззат үшін аяқасты болды жұмақ. Сенің жүрегің отбасымызға ортақ үй. Оны сүймеймін, бұл мен үшін алиби. Ақылды қылмыскермін деп ойлады ақымақ. Арзан ләззат үшін аяқасты болды жұмақ. Сенің жүрегің отбасымызға ортақ үй. Оны сүймеймін, бұл мен үшін алиби.